Абдулла Кастекский намаз оқымайтын адамға үйленуге болмайды. Намаз оқымайтын әйел адамды келін қылып алуға, немесе жар қылып алуға, тіпті онымен отау құруға болмайды. Нельзя жить с кафиром. Не молящим с женой, с не молящим мужем жить нельзя. Если жена молится, муж не молится, то муж является кафиром. Неке қиылу намазды оқып немесе оқымағанына қарамайды. Тіпті мұсылман емесіне де егер әйел адамды алғыңыз кеп тұрса, шариғатымызда оған да рұқсат етеді. Бұл жердегі намаз оқымайды дегені өзінің сенімінде болмаған адамның барлығын бұл күпірлікпен айыптап тұр ғой. Өйткені тарих кітаптарына қарайтын болсақ, сахабалардың өзі намаз оқымайтын әйелдерге үйленгендігі жайлы көптеген ақпарат бар. Мысалы, фих кітаптарында көп нәрселер шариға кітаптарында жазылған. Тіпті Абдулланың бұл жерде меңзеп отырғаны кәпірге үйленуге болмайды. Өйткені кәпір бұлардың түсінігінде Алланың заңынан жүрмеген, парламентке бағынған, милицияға бағынған, қазіргі заңдарға бағынған. Енді келді, ол адамдарға үйленуге болмайды. Шариғатымыздың өзінде тіпті өзге жаңағы дін өкілі болған әйел азаматтың өзін, мысалы Осман халифалығының тұсында да, одан кейінгі кезеңде де, күнімізде де көріп жатамыз, әйел қылып алып атқандар бар. Кейін сол ер адамның тәрбиесімен мұсылман болып, хидаятқа, дұрыс жолға келіп жатады.